Сен 8-ші сыныпта оқисың, немесе одан да үлкен сыныпта. Онда сен міндетті түрде квадрат теңдеу, дискриминант теңдеудің түбірлері не екенін білесің. Мүмкін ұмытып қалған шығарсың. Онда қабыл ал. Лайфхактың орнына есепті ең жылдам, ең тиімді, ең айбат шешудің жолы. Міне саған квадрат теңдеу. Бізде екі жақша берілген, ол бізде тең нөлге. Егер де біз жақшаны ашатын болсақ, x-тің квадраты қосылған 24x, азайтылған 47x, азайтылған 47 көбейтілген 24 тең болады екен нөлге. Осы жерден біз дискриминант және теңдеудің түбірлерін табуымыз керек. Бізде дискриминант тапқан сан x1 және x2 түбірлерін табуымыз керек. Бұл бізде 2-3 минут уақытты алады әрине. Сондықтан да бізде ең ұтымды, ең айбат, ең супер әдіс. Ол бізде екі жақша тұрғандықтан, ол бізде есептің жауабы болып табылады екен. Ол қалай? x1, x азайтылған 47 тең нөлге, x-тен 47-ге, x екінші жақшаны алатын болсақ, 24. Нөлге теңестіреміз, x-тен минус 24-ке. Бізде екі түбіріміз табылды. Әдемі ме? Көрдің бе? Қолдан аласың ба? Саған тағы қандай есептер қызық? Астына комментарийға жаза кет.